Егер сіз қараңғы бөлмеден жарыққа шықсаңыз, көзіңіздің қарашығы лезде кішірейеді. Ал егер ыстық затты ұстап қалсаңыз, 1 секундқа жетпей қолыңызды тартып аласыз. Жүйке жүйесі қарапайым рефлекстен бастап, күрделі ойларға дейінгі денедегі барлық процестер мен іс-әрекеттерді реттейді. Жүйке жүйесінің басты қызметтерінің бірі тітіркендіргішті анықтап, оған жауап беру. Бұған жарық пен дыбыс сияқты сыртқы сигналдар мен дене температурасы сияқты ішкі тітіркендіргіштер жатады. Сомалық жүйке жүйесі күрделі іс-қимыл жасауға мүмкіндік беретін барлық саналы әрекеттерді, сондай-ақ жанасу, есту және көру сияқты сезімдерді басқарады. Перифериялық жүйкелер сенсорлық рецепторлардан ақпарат алып, жауап ретінде сигналдарды кері жібереді. Басқаша айтқанда, сенсорлық нейрон жұлынға импульс жібереді. Ал жұлын болса, ол сигналдарды төмендегі қозғалтқыш нейрондарға жеткізіп, бұлшық еттің бүгілуіне әсер етеді. Ал мидың нейрон жолдары әртүрлі мыңдаған жүйке жасушаларынан және күрделі байланыстардың жиынынан тұрады. Олар бізді ерекшелендіретін ойлар, эмоциялар және мінез құлықты қалыптастырады.